бөлігімен сотқа берілген Жанболат Айбар Қайратұлына қатысты бүгін аудио бейне жазба құралдарын қолдана отырып, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің қатысуымен соттың алдын ала тыңдауын жүргіземіз. Осыған байланысты қазір мен барлықтарыңызға құптардың детелін түсіндіремін. Енді тәртіпке байланысты қылмыстық процесстік кодексінің талаптарына сәйкес сотталушы орныңыздан тұрыңыз. Толықтай аты жөніңіз? Жанболат Айбар Қайратұлы. Туған ай жылы күніңіз? 1992 жылы 9-7-90. Туған жеріңіз? Жетісу облысы Ақсу ауданы Қапыл ауылы. Біліміңіз? Жоғары. Отбасы жағдайыңыз? Үйленгенсіз бе? Заңды некедесіз бе? Кәмелетке толмаған қанша балаңыз бар? Bir балам бар. Бұрын соңды жұмыс істедіңіз бе? Істегенмін, иә. Қай жерде кім болып жұмыс істедіңіз? Әкімшілікте маман болып істеген. Қандай әкімшілікте? Аты бар ма енді? Қай облыс, қай аудан, қай қала? Жетісу облысында Аудан қаласы. Заря істедім, Заря, Өтен ауылында. Өтен ауылдық округінде кім болып жұмыс істедіңіз? Маман болып істедім. Маман? Тұрғылықты жеріңіз қандай? Осы ұсталғанға дейін? Тұрғылықты жер ауылда, Ақсу ауданында, Баласаз ауылында. Жақына Баласаз 17, е? Бұрын соңды қылмыстық жауапкершілікке тартылдыңыз ба? Жоқ, Айыптау актісінің көшірмесін алдыңыз ба? Айыптау актісінің көшірмесі? Алдыңыз ба? Енді қылмыстық құжаттарында бар ғой сіздің қолхатыңыз алдым деген. Алды. Қай уақыттан бастап күзетпен ұстауға сізді алды? 6 айдың 22-сінен бастап. Түсінікті. Құрметті тараптар, сотталушының жеке басын анықтайтын сұрақтар бар ма? Жоқ па? Ендеше соттың алдын ала тыңдауы Жетісу облысының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотының судьясы төралық етші судья Әділет Бақытов, хатшылыққа Албосынов, мемлекеттік айыптаушы Жетісу облысы прокуратурасының басқарма прокуроры Белебеков, сотталушының мүддесін қорғайтын Жетісу облысы адвокаттар алқасының адвокаты Сарқытов, жәбірленушінің қатысуымен жәбірленушілердің өкілдері, жаңа атап кеткен қорғаушы Шарипов өкілдері қатысуымен жүргізіледі. Қылмыстық процесстік кодексінің 78-92 бабының талаптарына сәйкес жаңағы сотқа сену немесе сенбеу туралы талап-тілек білдіре аласыздар. Осыған байланысты сот құрамына сенесіздер ме, мемлекеттік айыптаушы? Сот құрамына сенем, қарсылығым жоқ. Жәбірленуші? Сенеміз, қарсылығымыз жоқ. Өкілдері? Сенеміз, қарсылығымыз жоқ. Қарсылығы жоқ па? Сотталушының қорғаушысы? Сенеміз, қарсылығымыз жоқ. Сотталушы? Сенеміз, қарсылығымыз жоқ. Түсінікті. Ендеше мемлекеттік айыптаушы айыптың мәнісін баяндап берсеңіз. Құрметті сот және сотқа қатысушылар, айыптаудың мәнін жариялай рұқсат етіңіз. Жетісу облысы Ақсу ауданының тумасы және Ақсу ауданы Баласаз ауылы, Баласаз көшесі нөмір 17 үйдің тұрғыны 1992 жылы туылған Жанболат Айбар Қайратұлы Ақсу ауданы Баласаз ауылында алкогольді масан күйде жеке адамға қарсы қылмыстық бұзушылық түріндегі аса ауыр санаттағы қылмысты келесі жағдайда жасаған. Атап айтқанда, ол 2022 жылдың қазан айының 10 күні Жұманова Айзат Марат қызымен заңды некеге тұрып, ортақ қызда 2023 жылы туылған Қайрат Арунас дүниеге келіп, Ақсу ауданы Баласаз ауылы, Баласаз көшесі нөмір 17 мекен-жайында тұрып жатқан. 2025 жылдың маусым айының басында тергеумен анықталмаған күні ол үйдің табалдырығында Жұманованың біреумен сөйлесіп тұрған және SMS хабарламасы келгенін көріп, қасына барып, кіммен сөйлесіп жатқан білейін деген кезде соңғы ашуланып, ұялы телефон бермей, оны жерге ұрып, сындырып тастаған. Содан Жұманова ашулықпен Жанболаттың ұялы телефонын сұрап алып, оны жерге лақтырып, сындырып тастап, екеуі де 10-15 күндей ұялы телефонсыз жүрген. Сол кезден бастап екеуінің араларында отбасылық жанжал пайда болып, бір-бірімен сөйлеспей ренжісіп жүрген. 21 маусым 2025 жылы сағат 5:00 шамасында Жанболат атпен мал бағуға тауға кетіп,
сол күні 16:30 шамасында үйге қайтып келген. Сол кезде соңғы үйдің табалдырығында Жуманованың біреумен сөйлесіп тұрғанын көріп, кіммен сөйлесіп тұрғанын сұраған кезде соңғы Жанболатқа жауап бермей үйге қарай кіріп кеткен. Осыдан кейін Жанболат ашулықпен мотоциклға отырып, Суқсай ауылы Омаров көшесі номер 12 мекенжайда орналасқан Ләззат атты дүкенге барып, 7-8 бөтелке сыра сатып алып, үйге қайтып келе жатып жол бойында сатып алған сыраны ішкен. Содан Жанболат үйге келген соң Жуманованың ұялы телефонын мен белгісіз біреумен сөйлесіп жүрген есіне түсіп, қызғаныш сезімі оянып, соңғыны өлтіруге, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату туралы қасақана қылмыстық ой туындаған. Осыдан кейін ол 22 маусым 2025 жылы сағат 12:00 шамасында алкогольде масан күйде бола тұра, бұрын спортпен шұғылданғанына байланысты өзінің физикалық тұрғыда басымдылығын пайдаланып, қасақана қылмыстық ойын жүзеге асыру мақсатында жәбірленуші Жуманованы Ақсу ауданы Баласаз ауылы Баласаз көшесі номер 17 мекенжайында орналасқан тұрғын үйдің қақпасының сыртына қарай шығарып, оған денесінің әртүрлі бөліктеріне аяқ қолдармен бірнеше рет дене жарақаттарын келтіріп жатқан кезде соңғысы айғайлап, жылап соқпауын өтінген. Алайда Жанболат қылмыстық іс-әрекетін тоқтатпай, Жуманованың өмірлік маңызды бөліктерінен, ағзаларынан, яғни бас тұстарынан одан әрі аяқ қолдармен бірнеше рет соққылар жасап, соңғыны есінен тандырып тастап, оның ес-түссіз жатқанына қарамастан және өмірлік тірі күйдегі белгілерін көрсетпегеніне қарамастан, өзінің қасақана қылмыстық әрекеттерін, яғни адам өлтіруге деген қасақана ниетін одан әрі жалғастыра отыра, Жуманованың қорғансыз денесінен бірнеше рет өзінің аяқ қолдарымен көптеген қатты соққылар жасап, дене жарақатын келтірген. Содан Жанболат Жуманованың өміріне ешбір медициналық көмек қажет еместігіне көз жеткізіп, жедел жәрдем шақыртпай, өзінің аса ауыр қылмыс санатында қылмыстық құқық бұзушылығын жасыру және қылмыстық санатын төмендету мақсатында соңғысы сол күні сағат 2:30 шамасында Талдықорған қаласының облыстық ауруханасына жеткізіп, Жуманова жансақтау бөлімінде көз жұмған. Қорыта келгенде 9 желтоқсан 1992 жылы туылған Жанболат Айбар Қайратұлы 22 маусым 2025 жылы сағат 12:00 шамасында Ақсу ауданы Баласаз ауылында бола тұра, алкогольді масан күйде адам өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату іс-әрекетін жүзеге асырып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігінде көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған бойынша айыпталып отыр. Менде болды, құрметті сот, рахмет. Тұрыңыз. Сізге айыптың мәні түсінікті ма? Қазіргі уақытта сізге тағылып отырған айып қасақана адам өлтіру дерегі бойынша, яғни қылмыстық кодекстің 99 бабының 1 бөлігімен айып тағылып отыр. Мынаңызды мойындайсыз ба? Толықтай мойындамайсыз ба? Ендеше құрметті тараптар, бүгінгі соттың алдын ала тыңдауында өтініш хаттар болса соларға көшейік. Мемлекеттік айыптаушы енді өтініш хаттар басты сот талқылауын тағайындауға кедергі келтіретін өтініш хаттарды айтсаңыздар, бүгінгі сот отырысында сол өтініш хаттарды қараймыз. Ал дәлелдемелерге қатысты қосымша сараптама тағайындау, сараптамаларды дәлелдемелер қатарына алып тастау мәселесі бұл тек қана бас сот талқылауында қаралатын мәселенің бірі, білесіздер өздеріңіз. Осыған орай басты сот талқылауын тағайындауға кедергі келтіретін қандай да бір өтініш хаттар бар ма, мемлекеттік айыптаушы? Басты сот талқылауын тағайындауыңызды сұраймын, кедергі келтіретін заттар жоқ деп есептеймін. Так, жәбірленушілер, қорғаушылар. Уже предоставили секретарю, ходатайство о предоставлении переводчикам следующих. Бүгінгі, оны ағана айтты, бүгін ғана бердіңіз, біз оны білген жоқпыз. Бүгінгі соттың алдын ала тыңдауында аудармашының қатысуынсыз жүргізе берген өзіңіз қарсы емессіз, бірақ сот, басты сот талқылауы тағайындалған жағдайда міндетті түрде біз аудармашыны шақыртып істі жүргіземіз. Оған кедергі жоқ. Түсінікті ғой, жәбірленуші тараптардан басқа да қандай талаптылықтар бар ма? Түсінікті. Қорғау тарапы сіздерде, соттаушы, соттаушының қорғаушы. Бірінші болады дейміз ғой,
Осы сот талқылауына өтуге қарсы емеспіз. Түсінікті. Енді білесіздер, аса ауыр санаттағы қылмыстық істер жалпы тәртіпте және алқа билердің қатысуымен қаралуы мүмкін. Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында сотталушыға тергеу органымен, яғни аталған қылмыстық істі сотта жалпы тәртіпте немесе алқа билердің қатысуымен қарау туралы құқықтар міндеттері түсіндірілді. Сотталушы сіздің тергеу барысында берген арызыңызға сәйкес іс бас сот талқылауы тағайындалған жағдайда жалпы тәртіпте қарау туралы, яғни өтініш білдіріпсіз, яғни алқа билердің қатысуынсыз. Бұл өтініш хатты қолдайсыз ба? Яғни істі жалпы тәртіпте қарауды ұсынып отырсыз ба? Алқа билер керек жоқ па, қажеттігі жоқ па? Ол өз құқығыңыз, өзіңіз білесіз. Түсінікті. Ендеше мен оны түсіндіруім енді міндетім. Қылмыстық процесс кодексінің 631-636 бабы талаптарына сәйкес жаңағы айтып кеткендей, аса ауыр санаттағы қылмыстық істер жалпы тәртіпте және алқа билердің қатысуымен қаралады. Енді сіздің істі бас сот талқылауын жалпы тәртіпте қарау мәселесі не байланысты және өзіңіздің ауызша арызыңызға байланысты бұл пікіріңіз ескеріледі. Түсінікті. Басқа да талап тілектер жоқ па? Жоқ болса, қазір кеңесу бөлмесіне кетемін. Енді мен сіздерге енді бас сот талқылау күнін анықтап алайын. Ертең барлықтарыңыздың процесс бар, білемін. Әр аптаның жұмасына қоямыз. Әр аптаның жұмасына таңертеңнен кешке дейін. Бірінші сот отырысының 5-іне тағайындаса қалай? Бізге қалған күндері процестеріміз толық тағайындалып қойған. Бізде осыған емес қой, басқа да көптеген істер бар. Сол себепті бірінші сот отырысы біз 5-ші желтоқсан 2025 жылға тағайындасақ. Түсінікті ғой, Түсінікті. Қазір мен кеңесу бөлмесіне кетемін, уақытын сіздерге айтамын. Сот кеңесу бөлмесіне кетеді, яғни басты сот талқылауын тағайындау мәселесін қарау үшін. Тараптан қаулы жары етіледі. 2025 жылғы 27 қараша Талдықорған қаласы. Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған арнайы сот құрамында төрағалық етуші судья Бақытов, Албосыновтың хатшылығымен мемлекеттік айыптаушы прокурор Белебеков, жәбірленуші Жұманова, қорғаушы Шарипов, жәбірленушінің өкілі Куандыкова, Меримбаева, Мешелева, сотталушы Жанболат, сотталушының қорғаушысы адвокат Сартовтың қатысуларымен ашық соттың алдын ала тыңдау сот отырысында Айбар Қайратұлы Жанболат 1992 жылы 9 желтоқсанда Жетісу облысында туған Қазақстан Республикасының азаматы, жоғары білімді, отбасылы, Жетісу облысы Ақсу ауданы Баласаз ауылы, Баласаз көшесі 17-ші үй тұрғыны, Талдықорған қаласы Өтенай ауылдық округінің әкімшілігінде маман болып жұмыс істеген, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-ші бабының 1-ші бөлігімен айыпталып сотқа берілген қылмыстық істі қарап, сот қаулы етті. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-ші бабының 1-ші бөлігімен айыпталып, сотқа берілген Айбар Қайратұлы Жанболатқа қатысты қылмыстық іс соттың іс жүргізуіне қабылдансын, және ол бойынша бас сот талқылауы 2025 жылғы 5-ші желтоқсан 10 сағатта Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының ғимаратында өтетін болып тағайындалсын. Бас сот талқылауында номер 71-ші мекемесінде күзетпен ұсталып отырған Жанболат алдырылып, күзетпен ұстау таңдап алынған бұлтартпау шарасы өзгеріссіз күшінде қалдырылсын. Сотқа қорғаушылар іс бойынша айыптау тізіміне сәйкес жәбірленуші, өкілі және куәлар шақырылсын. Бас сот талқылауы ашық сот мәжілісінде өткізіліп, сот ісі қазақ тілінде жүргізілсін. Осымен соттың алдын ала тыңдауының нәтижесі бойынша басты сот талқылауы тағайындалды. Басты сот талқылауы жаңағы айтқанда 2025 жылдың 5-ші желтоқсан сағат 10-да ол белгіленді. Сотталушыға қатысты бұлтартпау шарасыңыз өзгеріссіз қалдырылды және мерзім ұзартылды. Түсінікті ғой. Осымен сот мәжілісі жабық деп жарияланды. Сау болыңыздар.